Барлықтарыңызға сәлем достар. Сіздермен бірге Сымбат, менің арнама видеома қош келдіңіздер. Және бүгін түсіретін видео менде влогмас деп аталады. Бүгін бізде 13 желтоқсан. Және де мен осындай влогмас түсіргелі жатырмын. Менде әр жыл сайын осындай влогмастар шығады. Қалай мен комнатамды безендірем, қалай мен жаңа жылды өткізем деген сияқты. Сондықтан да осы жылда сондай болатын болады. Сондықтан да видеомды жіберіп алмаймын. Міндетті түрде қараңыздар. Мен видеомды бастаймын. Боянып киініп алған болатынмын. Бүгін мен қыздармен конькиге баратын боламын. Біз жақта коньки бар. Ана басын жуып алдым, көріп тұрғандарыңыздай. Осындай не болып тұр. Пушистый. Короче, и қазір мен шашымды жөндеп, киініп, шарфигімді жуғым керек. Және де міндетті түрде влогты соңына дейін қараңыздар. Осылай киініп алдым достар. Дала өте суық, сондықтан да жылы киініп жүріңіздер. Мен сондай куртка алған болдым. Дағы и қолбақ. Сумкам. Су құйып алдым. Қазір зарядка салам. Жасым болды. Достар, көрініп тұрмын деп ойлаймын. Короче, нетіп киініп барған едік. Қазір машинаға отырдым. Қазір біз уже шығып барады. Короче, достар, мен мүлдем колледжде видео түсірмегеніме енді көзім жетіп отыр. И автобуста уже конькиге баратқан кезде бірақ есіме түсіп өкініп отырмын. Влогты осылай ұмытып кететін жайым бар енді. Колледжде негізі особо қызық болған жоқ пятница күні. Себебі бізде өте аз сабақтар болды. Өтетін сабақтар болған жоқ. Сондықтан да кішкене күніміз біртүрлі өтті өзіміздің. Достар, біз аяғымызға конькиге батырық. И теперь біз қазір качинге барамыз. Короче, проблема болды маленькая. Конькиге барып тұрасың. Қазір біз качинге барамыз. Өте аз адам дейміз, оны қараңыздар. Новогоднее настроение. Короче, мына жерде болың. Адам өте аз достар. Көріңдер. Мен прям ұмытпағанмын ғой, бірақ енді қатты білмеймін. Мына қараңдар. Келатқанын қара. Короче, достар, мына жерде мынандай өте аз адам. Ойбай. Кел. Десең, а? Короче, достар, мына жақ суық, конечно. Адам өте аз. Короче, мы скачем на этом. Жүрекем сзади хабар келейікші, давай. Вот, біз, короче, качем на отырмыз. Айфон суыққа шыдамайды, сондықтан қуым мүмкін, короче. Газ біз айнала жүрміз. Знаешь, что айдай алатын адамдар бар еще. Еще мына жерде өте аз адам. Қаншалықты айтып нужен. Потому что будние дни, как бы біз колледжден келіп жатырмыз. Сондықтан адам аз. Ал демалыс күндері көп болады. Короче, мына жақта сеанс, то есть 7-ге дейін. Но бірақ біз 6-да қайтатын сияқтымыз ғой, потому что дала өте қараңғы ойып тұр. Біз қайтқанға дейін әнгі болады. Короче, сол. Біз еще мана келатқанда самса алғанбыз. В общем, достар, тағы да үйретсілем, влогмастар. Сондықтан міндетті түрде мені қолдап, лайк басып кетіңіздер. Бетін құсап кеткен. Үшеуіз қап кофе ішеміз.
Короче, достар, камераға өміріңіздер. Біздің ішіміз өте пісіватыр. Ішіміз пісіватыр. Бекер келдік ба деп отырмыз. Потому что бағада 2,5 мың теңге. 2,5 мың теңгеге это не стоит, да. Короче, ішіміз пісіп, мына жерде еще аз адам, жарайды көп адам болса кішкене қызық болушы еді. Адам аз. Бәрі өз-өзін бір-бірімен жүріп. Сол ішіміз пісіп кетті. Негізі бұл сеанс 7-ге дейін, бірақ мы не выдержим. То есть я не выдержу, потому что өте қатты ішім. Сөйтіп қазір өзім қатып кетіп просто ақшам қимай тұрып, короче, бекер құртылды, потому что... На жердегі, вообще не стоит, честно же. Лучше людей бара салады. Я нала, бекер, андай, нелер, кататься не очень. Она не, мұздары бір түрлі. Сол, короче, ақшамыз бекер етті. Короче, достар, біз қайтпай жатырмыз. Сол жарайды. Не, жынды ма? Мен уже таксиден түстім. Подругам басқа жақпен кетеді, мен басқа жақпен кетем. Осылай үйге қарай жеттім. Короче, достар, мен үйге келдім. Енді мен қазір киініп алатын боламын. И қарным өте қатты ашып кетті. Бағана сомса жегенмен. Ол жақта негізі буфет бар, но ол жақта буфетте почти еш нәрсе қалмаған, еш нәрсе жоқ. Адам аз болса да, еш нәрсе жоқ үшін. Адам аз болды, біздің ішіміз пісіп кетті. И солай осылай ерте қайттық негізі. И, ну, конечно, ақшаңды уайымдайсың, потому что 2,5 мың теңге төлеп, 1,5 сағат қана осы конькиде качину еще жарты сағатында біз ашын отырдық. В общем, мен ойлағам күшті болады, ойбай деп. Сосын біз мен негізі біз тағы да қыздармен бару керек едік. Бірақ ол қыздар бүгін сабаққа келмеді. Содан кейін бара алмадық. Негізі ертең баруға болатын. Просто ертең вообще уақытымыз жоқ. Сондықтан да міндетті түрде бұл видеоға лайк басыңыздар, себебі сіздерге түсірдім. Міндетті түрде лайктарыңызды аймаңыздар. Вот солай қазір осы киініп алып істеп алатын боламыз. Короче, достар, мен мына киініп алған соң жаттым, потом ұйықтадым. Енді тұрып, қазір мен сәр жуатын боламын. Мен ужин ішкен жоқпын, но ужин ішкім келіп тұрған жоқ. Просто аяқты жуып, қазір мини перекус жасай саламын, потому что тамақ жегім келіп тұрған жоқ. Вот солай, Короче, достар, мне мен нені төтегім салып алдым. Достар, осымен мен видеомды аяқтаймын. Және бүгінгі влогма сіздерге ұнады деген ойдамын. Тағы да влогмастар алдағы уақытта шығады, және де Кэндимен міндетті түрде шығаратын боламыз. Бізде негізі дайын тұр, просто загрузить етуге оны монтаждауға уақыт болмай жүр. Сондықтан міндетті түрде лайк басып қолдап кетіңіздер. Сондықтан да все пока.